Ақиқат жалғыз дейді десек те бүгінгі күрмеу көп тіршілікке қарап бұған күмәнмен қарайсың. Я, әр адамның өз ақиқаты бар, астарлы ақиқат бұған әрдайым көз жеткізіп жүр. Армысыздар. Бүгінгі студия ерекше, һәм көреріңізде басқаша болмақ. Бүгін көрермендеріміздің негізгі сауалы, мұның жалғасы не болды екен дегенге жауап беру үшін сіздерге шенеуніктер секілді есеп бермекпіз. Бірақ біздікі сылдыр сөз, құрғақ уәде емес. Тағдырынан түңілген талай жанның эфирден кейін өмірінің өзгеріп жатқанына куәміз. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген осы болар. Әкемнен аулақ. Анасынан айырылып, әкесі тастап кеткен 6 баланың ендігі тағдыры. Әлі де әкелері қимайды. Қарынның қасіреті. Страшно ортада. Астарлы ақиқаттан кейінгі өмір. Осылай мынандай жағдайда. Қазір спокойно айланып. Діңі шіріген ағаштар. Айтып келген апат құрбандарына ақы қашан беріледі? Неге сіздер осы отбасыға бармадыңыздар? Неге көмектеспедіңіздер? Толық айта аламын, мен көмек бере аламын деп. Шенеуніктер өз уәдесінде тұрды ма? Әкемнен аулақ. Қыркүйек айында жазғы демалыстан оралған астарлы ақиқат осындай адам сенгісіз тақырыппен эфирді бастады. Анасынан айырылып, әкесі тастап кеткен 6 баланың тағдырын көргенде тамағына жас тығылмаған жан болмаған шығар. Жетім қалған кішкентайлардың айтқаны шыны ма, әлде өкпе назы ма? Күдіктенген біз әкімдік таба алмай жүрген хайуанмен теңелген әкені іздеп, студияда сұрақты төтесінен қойдық. Эфирден кейін оны полиция алып кетті. Ең басты жаңалық, балалар қазір жалдамалы болса да жылыжайда. Ауылдың атқамінерлері ақысын өзіміз төлейміз дейді. Мұның сыртында сіздердің қымбатты көрермендер толассыз жолдап жатқан көмегіңіз бар. Қысқасы, қазір қыздардың жанында жүрген қайырымдылық қорлар көп, олар бір ауыздан жаңа жылға дейін балалар баспаналы болады деп уәде етуде. Сенгіміз ақ келеді, бірақ іс бітпейінше кеудені артқа жіберуге болмайтыны ақиқат. Сәлеметсіздер ма, мен Болат Ханшолпан. Астарлы ақиқаттан көмек сұрайық деп едік. Көмек сұрайтын себебім осыдан 2 жыл бұрын шешеміз қайтыс болған. Сол кезден бастап әкеміз қараусыз кетті, бізге қарамай кетті өзімен өзі. Көмек сұрауым себебі бізде үйде жоқ, еш нәрсе қалмады, баратын жеріміз жоқ. Сол себепті сіздерден көмек сұраймыз. Әкемнен аулақ деп аталатын бағдарламаның түсірілуіне қаршадай қыздың қиылып сұраған осы бір өтініші себеп болған еді. Аналарынан айырылып, әкелері тастап кеткен балалар астарлы ақиқаттың студиясында бастан кешкен оқиғалары мен қиындықтарын айтқанда көзіне жас алмаған жан қалмады. Біз одан ақша сұрамадық, ақшасының да керек емес дедік. Тек қазымыздай болып, бір қорғаншы ретінде болса деп күттім, келмеді. Қыздары қиналғанда төбе көрсетпеген әке студияға бетін бүркемелеп шықты. Айтуынша, балаларының алақан жайғанын ар санапты. Ал тағылған айыпты теріске шығарып, қой аузынан шөп алмайтын момын күйге түсті. Бірақ телефон арқылы қыздармен қалай сөйлескенін естігенде, өтірігі әп-сәтте әшкере болды. Ұятсыз, қайыршы, сорлы. Намыстың жоқ, имансызсың сен. Өре қамайсың ба өткенше? Балаларына өлім тілеп, қайыршыға теңеген әкенің қасынан тастамайтын жалғыз қызның бар екені анықталды. Бауырларын көргенде сағыныш пен өкініштен өксіп жылаған ол көрген қорлығын бұдан кейін жасыра алмады. Сені кей адамдар мешіттің жанында көріпті. Сен қайыр садақа сұрап жүр екенсің. Адамдар ақша бере ме өзі? Бере ме? Ол ақшаны папаң ала ма содан кейін? Осы мәлімдемеден кейін сарапшылар оның есінің дұрыстығына күмән келтіре бастады. Істің ақ-қарасын айыру үшін полиция шақыруға тура келген еді. Қазір астарлы ақиқаттың қауіпсіздік қызметі сізді алып кетеді. Алдағы уақытта енді сіз полицияда өзіңіздің жауабыңызды беретін боласыз. Іс насырға шапқанын түсінді ме, әлде полициядан қаймықты ма? Қайырымсыз әке балаларынан жалбарынып кешірім сұрады.
Осы балаларымды жақсы көремін бәрі. Расулым, бір туым су ойыма. Қыздардың қиындыққа толы өмірі жалпақ жұртқа жария болғаннан кейін жанашыр жандар қолда барын аямады. Астарлы ақиқат екінші бағдарламасын жасады. Осы кезде тура үнді киносындағы полицейлер секілді көз алдындағыны көрмеген жергілікті әкімдіктер жетімдерді жебей кетті. Білген жоқпыз да, егер біз бұны білгенімізде, қыздар мысалы бізге келгенде бұл қыздар да біледі, біз көмек көрсете алатын едік. Біз Астарлы ақиқаттан осы мұнда ғана көрдік, көре салып біз енді шынымен де таңғалдық. Біздің ауданнан қалайша біз бұны білмедік, неге бізге тіркелмеді, неге бұндай нәрсені естімедік. Естісек біз өзімізде көмек береміз ғой. Кегеннен келген өкіл қыздарды да, әкелерін де танитындығын айтты. Бірақ жерлесінің жаға ұстатар қылығына таң қалғанын жасырмады. Мен де таң қалдым расымен де. Әкесі жуас адам. Қыздарды енді тепкілеп ұрып соғып атқан жоқ қой, өздеріңіз де көріп атсыздар. Ұрысқан ұрысында көрдіңіздер, мысалы еркек адам басқаша боқтайды ғой, мысалы айтқан кезде. Бағдарлама барысында балалардың ескі үйлерін тастап, жаңа пәтерге қоныс аударғаны белгілі болды. Баспананы әкімдікке қарасты қоғамдық қор уақытша алып беріпті. Қыздардың қазіргі қамқоршылары жуық арада өздеріне де үй алып береміз деп сендірді. Мен қол берем, міндетті түрде Алла қаласа осы қыздар үйлі болады. Мен айтып отырмын, соңғы тиынымыз қалғанша берсек те Астарлы ақиқат сізге бар көмегін аямайды. Бағдарламадан кейін қоныс құтты болсын деп, балалардың жалдамалы болса да жаңа баспанасына барып қайтқан едік. Үйге қыздардың кіндік қаны тамған Тасашы ауылынан адамдар келіп отыр екен. Ауылдастарынан осы әулетке қатысты сұраудың сәті түсті. Енді Болатқан Рашид деген атамыз сол ауылда өзі шаруанда істеген адам болған. Ол кісі көп жыл мал бақты, елге сыйлы, сияпатты, сондай қарапайым керемет болған. Былай енді айтсам, сол совхоз өзі 1971 жылы құрылған. Содан сол қайтыс болып кейін 82 жасқа келгенше сол ауылда еңбек етті. Бұл кісінің енді әулеті жөнінде ел жұрт біледі, сыйлайды, сондай сыйлы азамат болған. Тасашы ауылының әкімі Рүстембек Мыңбаевты қолынан келген бар көмегін аямайтын айтып, уәдені үйіп төкті. Алайда әкелерін әлі күнге дейін таба алмай жүр екен. Балалармен жаңағы әңгімелесу барысында балалар әлі де әкелерін қимайды. Негізі қазіргі уақытта әкелерінің нақты мекен жайы белгісіз. Осы бөлек ауылы бұнда бір көшеде тіркеуде тұрады дейді, бір үйде. Бірақ деген біз ол үйге бардық, ол жаңағы тұрмайды деген мәліметтер алып отырмыз. Енді ол әкелік құқығынан айыру, ол жерде баланың да пікірін ескеру керек шығар деп ойлаймын. Өйткені енді анасы болмаса да балаға әкенің де мейірімі қажет деп есептеймін. Кейіпкерлеріміз қиын күндерін артта қалдырып, алдағы өмірін өздері қалағандай өзгерткілері келеді. Ол үшін тынбай еңбек етіп, талмай білім алу керектігін жақсы түсінеді. Үйдің кенжелері ендігі жерде осы мектепте білім алатын болады. Ұстаздарының айтуынша Альфия мен Марал жаңа ортаға тез үйреніп кеткен. Тәртіптері жақсы, білімге деген ынтасы жоғары. Ал Жанетта бүгін бірінші рет сабаққа келіпті. Тәртібі жақсы қыз сияқты. Енді бүгін ғана келіп отыр ғой. Әлі де толық танысып жатқан жоқпыз. Бірақ жаңа сабақ өту барысында сабаққа қатысты, жақсы қатысты. Ашық екен, таныстық. Отбасы жайлы сұрадым. Жақсы қыз деп ойлаймын енді. Бүгіннен бастап қолға аламын, оқулықтарын беремін. Көмегін көрсетемін, бар көмегімді көрсетемін. Үйдегі жалғыз ұл Расул Болатхан Алматыдағы жекеменшік медреселердің бірінде оқып жатыр екен. Бірақ неге екені белгісіз, ондағылар бізге тілдесуге рұқсат бермей отыр. Сондықтан аталған мекеме жайында толық ақпарат алу үшін тиісті орындарға хат жаздық. Жуық арада жауабын алармыз. Кейіпкерлеріміздің өміріндегі қандай да бір өзгерістер Астарлы ақиқаттың назарынан тыс қалмайды. Келесі
Келесі кейіпкерімізге кеңес айтқандардың қарасы көп болды. Жасы 47-тен енді асқан келіншектің салмағы 200 келіге жақындап қалған. Өз денесін түсіне алмаған Шынар Айбасова көмек сұрап астарлы ақиқатқа келген еді. Мына жер көрдіңіз ба? Босаған мына вообще мына сіген кезде осы жердің бәрі қампиып кетеді шыққан. Қазір бұл үсімей тұрғаны ғой. Иә, вообще мына көрдіңіз ба? Іштерінде ізі тұр. Қарынның қасірет деп аталған бағдарламаның біздің эфирден шыққанына небәрі 3 апта болды. Осы қысқа мерзімде кейіпкеріміздің өмірінде өзгеріс бар ма? Осы бағдарламаның редакторы Меруерт Бауыржан қызынан соңғы ақпараттарды білейік. Меруерт, сәлем, қош келіпсің. Сәлем, рахмет. Сонымен Шынар Айбасованың өмірінде қандай да бір өзгерістер қазір болып жатыр ма? Шын мәнінде Дина өзгерістер өте көп. Бағдарламамыз эфирге шыққаннан кейін көрермендер арасында Шынар апайымыздың жанашырлары көбейді. Әрине, сын айтқандар да бар арасында. Ал құжат пен медициналық тексеру жағы ше? Құжат мәселесімен денсаулық жағдайы қазір реттеліп жатыр. Жақын арада Шынар апайымыз өміріндегі алғашқы құжатын қолына алады. Дина, бірақ сөзден гөрі экрандағы сюжеттен бірге отырып тамашаласақ. Әрине, қарайық. Нашыңыз беліңізге де салмақ түсіреді ғой? Түсіреді, страшно ауыртады. Бүйрек те ауырады, осыдан қатты ауырады, әлі ештеңке нетпедім. Бұл артық салмақтың кесірінен еркін қозғалудан қалған Шынар Айбасова. Жасы 47-де. Келіншектің айтуынша соңғы 5 айдың ішінде 50 келі салмақ қосқан. Осылайша 200 келіге жақындап қалған. Сол себепті өз бетінше киім киіп, далаға шыға алмай отыр. Бақы көтер кел. Кел, істей бер. Көтер. Осылай мынандай жағдайда. Қазір спокойно айланам. Көз жасын көл қылып мұңын шаққан Шынар Айбасованың өзі де өмірі де өзгеріп жатқандай. Кейіпкеріміздің жүзі күлімсіреп, жанарында үміттің ұшқыны пайда болды. Қимылы да бұрынғыдан ширақ. Өйткені астарлы ақиқатқа қатысқан сарапшы һәм дәрігердің көмегімен 25 келідей салмақ тастаған. Бұрын мен кіндігіме қолым жетпейтін. Кіндігім жаңағы 200 келідей болған кезде бұлай түсіп кеткен. Төмен салбырап кетті веспен. Қазір кіндігім мұны. Да келді. Қолдарым оңай қимылдайды уже, салбырап жатыр бәрі. Шынар Айбасованың жасы қазір 47-де. Дәрігерге бұрын соңды көрінбеуі жоқшылықтың салдары дейді. Анасынан 7 жасында айырылған оны әпкелері аяғына тұрғызған. 2 әпкем қалған бәрі қайтыс болып кетті. Неден қайтыс болды? Бірі енді ажал ғой. Ажал неден болды? Мен ол кезде жаспын, білмеймін. 20 жасында шаңырақ көтерген Шынар 2 баланы босанғанға дейін жарымен тату тұрған. Ал екіншісін туғаннан кейін қатты толып кетеді. Оның икемсіздігін күнде бетіне басқан күйеуі бір төсекке жатуға жиіркеніпті. Толықсың, жаңағы, осы сөзі женственный емессің сен, еркек адам саяқтысың сен деп үйге қайтып келді, содан ше берді. Содан мен ауырып қалғанда балам айтты, папа сен жұмысқа шықпа деп, осы үлкен мамамды қара. Ауру әйелімен балаларын тастап кеткен отағасының шеттегі өмірі ұзаққа созылмаған. Жүрегіне өшпес қаяу түсірсе де, Шынар о дүниеге аттанып кеткен күйеуінің топырағы торқа болсын дейді. Осындай жағдайда қауышамын деп ешқашан ойламаған шығар сөзіңіз. Әрине болады бұндай. Жыламаңыз. Бүгін сіз болып, біз болып, барлығымыз да осы тығырықтан шешудің жолын амалын іздейміз. Айтқандай-ақ бағдарламадан кейін амалы табылып, сең орнынан қозғалды. Бұрын соңды қолына қызыл паспортынан басқа құжат ұстап көрмеген Шынар Айбасова өзіндік тұлғасын анықтайтын алғашқы бір жапырақ қағазды қолына алды. Сізді біз қазір құжаттандырдық, мында қолыңызды қойдыңыз. Енді осы квиток арқылы 15 жұмыс күн, сізде обычно 15 жұмыс күннен кейін Қарасай ауданының құжаттандыру бөлімінен
жеке куәлігіңізді аласың. Соннан аха. Енді қолына жеке құжаты түссе, квотамен операция жасатуға мүмкіндігі болады. Алла аман есен операциядан шығып, жақсы болсам жұмыс істеймін, басқа ештеңе істегім келіп тұрған жоқ. Осы нешеден бері жатырмын ғой, жүріп, өзім автобусқа мініп, өзім қалада жүріп, жұмысқа кіріп, қызым да биыл 9-шы сыныпты бітіреді. Оқуына бірге апарып, бірге келіп, Алла берсе ендігі жыл майда қызым выпускной вечеріне барып жүргім келеді. Ендігі кезек қызы Бақыттың құжаттарын жасату. Астарлы ақиқаттың сарапшысы бағдарламадан кейін осы мәселеге білек сыбана кірісті. Біз қыз толған роддомға, Ұзынағаштағы роддомға, центральная больница, ішінде роддомы бар барлығы, сол жаққа запрос жібердік. Бірақ ол жақтан әлі жауап келген жоқ. Бірақ сол анықтамасы келетін болса, сол анықтаманың арқасында уже тұғу туралы куәлігін жасасақ, сосын 16 жасқа келгенде ол қыз өзі жеке куәлігін алады. Сұхбаттан кейін Айнұр Асқарқызы хабарласып, перзентханадан Бақыттың нақты сол жерде туғаны туралы анықтаманың дайын болғанын жеткізді. Енді сол бойынша туы туралы куәлігін жасайды. Одан кейін заңгер көмекке зәру отбасына үйдің кезегіне тұрғызып, асыраушысынан айырылғандары үшін жәрдемақыны тағайындауды да қолына алмақшы. Қызыңызға қарап, өте сүйкімді, сондай сұлу қыз екен, қуанып отырмын. Арманы бар екен, телефон деген, сол телефонды мен алып берсем қалай қарайсыздар деген ойым бар еді. Ашып көр. Вау, күшті, қараймын. Ой, балам, телефоның құтты болсын. Рахмет, тәте, өте қуаныштымын. Енді тәте айтқан сөзінде тұрды, тұрмай ма деп ойлағам ғой, бірақ айтқан сөзінде тұрып, осы телефондар бергеніне өте қуаныштымын. Бақытта жаңа телефонын шұқылап мәз-мейрам. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бір отбасының болсын қуанышына себепкер болуымызға біз де бақыттымыз. Меруерт Бауыржанқызы, Астарлы ақиқат үшін. Ажалы ағаштан болды. Алматы қаласында қарағаштың құлауынан 2 бірдей отбасы отағасынан айырылды. 5 баласымен жалдамалы пәтерде тұратын Гүлбаршын Сарбекова мен 2 баланың анасы өзі 3-ші топтағы мүгедек Арайлым Тұрдық аяқ астынан асыраушысынан айырылды. Айтып келген апаттың алдын алмауы жауапты мамандардың жұмысына салғырттығының салдары ма? Бұл мәселені зейінмен зерттедік, тиесілі мекемелерге хат жазып күттік. Ақыры студияда апат орын алған Түрксіб ауданы әкімінің орынбасары мен қалалық жасыл экономика басқармасының өкілі төбе көрсетті. Жауапты бастықтардың жылы орындықтарынан көтеріліп келуі астарлы ақиқатты айтпағанда қазақ медиа нарығында бұрын соңды болмаған құбылыс. Бұл оқиғаның болғанына жылдан асса да баспасына би болғандар жәбірленуші тарапты танымайтын болып шықты. Онысы үшін кешірім сұрады, әрине көп уәде берді. Ендеше кейіпкерлеріміздің бағдарламадан кейінгі өмірін бірге білейік. Қайғылы оқиға 2018 жылдың 26 маусымында Алматы қаласы Құлжа тас жолының бойында болды. Талдықорғаннан Алматыға қарай бағыт алған Nissan Primera'ның үстіне кенет жол шетіндегі діңі босаған биік ағаш құлады. Сол мезетте көліктің тізгінінде Жұмағұл Сарыбеков, салонында Бақдәулет Рысдәулет отырып еді. Екеуі де тіл тартпай кетті. Мен бір баламмен қалдым. Ішімде 4 айлық балам бар еді, ішімде 2 қабат едім. 3-ші топтағы мүгедекпін. Өтінеміз сіздерден көмек беріңдер. Беруіңізді өтінеміз. 2 баламен жесір қалдым. Жалғыз басты ана болу өте қиын. Мен күйеуім барда өмірім басқаша еткізіп, мүлдем басқаша. 2018-дің 26-сы күні сағат 1:30-да жолдасымен сөйлестім мен. Жолдасымен сөйлестім, мінекей келе жатырмыз деді. Талғарға бір апат тастауға кеткен болатын. Қасында қайтыс болған кісіменен. Сол жігіт алып кеткен үйден. Сағат 10 шамаларына таман кетті. Сонымен 2 мен 3-тің арасында уже қайтыс болды деген әңгіме естідік. Кім сізге естірді? Недемін, жұмыста едім. Сөйттім да сосын қызым звондады. Мама қайдасыз деді, жұмыстамын деді. Папам қайда деді, жұмыста деді. Өтірік айтпаңыз, папам қайтыс болыпты деді. Нағыз айтты мінекей, жанымда отырған. Содан аяқ қолым істемей, бұлай жүгірем, ақырында құладым. Сонымен бір уақытта
есім жине алмаймын, телефонға қарай жүгірем, телефонды нете алмаймын. Бір уақытта мына қызым, күйеу балам, екі қызым жүгіріп келді. Мама, папамнан айырылдық деді. Жесір қалған әйелдер апаттан кейін 1 жылдай уақыт өтсе де, бұл қайғыға кінәлілердің осы күнге дейін анықталмаған, ешкімнің қол ұшын созбағанын айтып зар иледі. Сізден бір адамдар келіп, кешірім сұрап, ақша ұсынған жағдайлар болған жоқ па? Ештеңе болған жоқ. Ешкім келмеді, ақша да ұсынған жоқ. Сотқа нағығамыз, жүгінгенбіз. Сот 15 рет болған 1 жылдың ішінде. Алайда, апат орын алған Түрксіб ауданы әкімнің орынбасары мен қалалық жасыл экономика басқармасының өкілі діңі шіріген ағаштың уақытында оталмағанына табиғатты кінәлаумен болды. Бізде Арайлым отыр студияда. Бағдәулеттің жары 1 жылдан астам уақыт бойы 1 тиын да берілмеген. Осын түсіндіре аласыздар ма? Не болып жатыр? Құрметті қатысушылар, құрметті Дина Төлепбергенова. Енді бұл жағдай туралы бұл кісілердің оқиғасында білеміз. 26 июнь күні болған. Ол күні бізде справкаларда бар анықтамалар, сол күні жаңбыр болған. Енді біздің ойымызша сол жаңбырдан босап құлаған деп ағаш. Содан бері бұл кісілер сотқа хабарласты. Сонда қайғылы оқиғаға кінәлі жаңбыр дейміз. Жоқ, мен себебін айтып отырмын. Сөздеріңізге жауап бере алмай отырсыздар ғой. Сол кезде келіп кешірім сұрап, бізге машина тауып беріп, мына екі кісінің мәйітін шығарып салуға көмектескен жоқсыздар. Ең болмаса моргтен суырып әперген жоқсыздар бізге. Түсіндіңіздер ме? Кешіріңіздер, айып бізден болды. Келгеннен кейін сөйлесем деп кішігірім тиын тебен беріп шығарып салдыңыздар ма? Көзімізді көл жас қылып ана моргтың алдында не қылдық қой. Ақырында бәрін ақтарып алып кеттік. Сол кезде көмектескен де келген жоқ, келген де жоқ. Қайғылы оқиғаның болғанына 1 жыл өткеннен кейін асыраушысынан айырылған жандарды студияда бірінші рет көрген шенеуніктердің жүзі де, сөзі де өзгерді. Сайып келгенде кешірім сұрап, көмек беруге уәде берді. Неге сіздер осы отбасыға бармадыңыздар? Неге көмектеспедіңіздер? Мен де осы тәрие айтып отыр ғой, кешіріңіз атыңызды білмеймін. Именно сол болғаннан кейін айтып істемағаныма қазір шынымен ойлап отырмын. Адамгершілік ретінде. Жеке басыммен мен ол толық айта аламын, мен көмек бере аламын деп. Жеке басыммен. Ал үкіметтің ақшасымен мен көмектесем деп айта алмаймын. Өйткені ол заң жүзінде болу керек. Бұл жолы олар айтқан өз сөзінен тайқып кеткен жоқ. Бағдарлама эфирге шыққаннан кейін кейіпкерлеріміз жағымды жаңалығын жеткізді. Маған зам әкімдері келіп, болат Байділдаев сол кісі маған 450 мың теңге, ана кісілерге 350 мың теңге көмек көрсетті. Бір жылқының несі деп. Негізі бағдарламадан кейін қалай болдыңыз өзіңіз бір? Ойыңыз жағына айтып, бір жеңілдегенде болдыңыз ба? Жеңілденіп, жақсы болып қалдым өйткені. Мен осы астарлы ақиқатқа айтатыным рахмет. Осы астарлы ақиқат бағдарламасын өте жақсы кереметтей көремін. Себебі барлық ненің бәрін шешіп жатыр. Дина Төлепберген қызына да рахмет айтамын. Бұл істе соңғы нүктені қоятын сот, оның отырысы осы айға белгіленген. Астарлы ақиқат бұл істі жіті назарда ұстайтын болады. Аманатқа қиянат. Асыраушысынан қашқан Гүлсезім туған анасымен қауышты ма? Қалыңыз қалай? Әке шешең үйіне сен хақында жоқ. Қойдым шешеңді. Бір анадан туған бауырлардың таласы, туыстарды татуластыру операциясы немен тынды? Қол жұмсауға дейін барған болатын. Танимысың сен мені? Мен бір қазағайдым, тазағалдым. 20 жылын алақан жаюмен өткізген қария өміріне өкпелі ме? Мен саған өкпелемеймін. Аманатқа қиянат. Астарлы ақиқаттың осы шығарылымында біз Қапшағайда қамқоршы адамнан қорлық көрген Гүлсезім Өмірзақтың өмірін тілге тиек еткен болатынбыз. Әкесінен ерте айырылған қыз қазіргі өмірім құлдықта өтіп жатыр деп зар илеген еді. Мен қамым ұстадым. Мен апам сөйлестермен
көмектесіңдерші, пожалуйста. Ана жерде қазақ болып көріп қойып, мен маған ұрса өлтіремін деп айтты, шешеме сөйлесетін болса. Маған көмектесші. Көмектесіңдерші, өтінемін, алып кетіңдерші мені бұл жерден. Естіп қояды, жарайды, бара бермеш. Қазағым естіп қояды. Көзі қарақты көрермен бағдарламадан кейінгі Гүлсезімнің өміріне қатты алаңдады. Асырап алған анасы қайтадан қызды өлімші етіп сабап тастамады ма деп редакцияға хабарласқандар да болды. Гүлсезімнің мәселесін зерттеген Астарлы ақиқаттың редакторы Абылайхан Палмағамбетов біздің студиямызда. Абылайхан, сонымен Гүлсезім қазір қайда тұрып жатыр және студиямызда айтқан талаптары орындалды ма екен? Астарлы ақиқат бағдарламасының түсірілімінен кейін Қапшағай қалалық қорғаншылық және қамқоршылық бөлімінің бас мамандарымен бірігіп отырып, студиямызға қонаққа келген колледждің бұрынғы апайы Толқын Шайбозова Гүлсезімді заңды түрде өзінің отбасына алатын болды. Толқын апайымыз бізге шағымданғанды сол кісі еді ғой? Ең алғаш бізге шағымданып, содан кейін барлық құжаттарды өткізді. Қазіргі таңда Гүлсезім Толқын апайымыздың отбасында Алматы қаласында бірге өмір кешіп жатыр. Жақында ғана біз Толқын апайымыздың үйіне қонаққа барып қайтқан болатынбыз. Ендеше Гүлсезімнің өміріне алаңдамасаңыз болады дейсің ғой? Иә, қазір Гүлсезім Толқын апайымен Алматыда өте тату тәтті отбасында өмір сүріп жатыр. Осы жөнінде дайындалған арнайы репортажға назар аударайық. Маған берші ана телефон. Чай қояйын, бірге чай ішіп. Жас қыздың күні таңертеңгілік ас даярлаудан басталады. Көңілі көтеріңкі. Колледждегі ұстазы Толқын апайының отбасында алғашында өзін бөтенсініп жүргенінде жасырмайды. Бірақ қазір үйренісіп кетіпті. Бірден кейін кезде, әрине, бөтенеге бір аптадай жүрдім, бөтенсініп, сырымды айта алмай, өзімді ұстауға тырыстым, бірақ жақын араласа келе, бәрі жақсы болып кетті. Мамасымен де, Толқын апайының өзімен де, балаларымен де тіл табысып, бірге қыдырып, мегаға барып, тату-татты қазір өмір сүреміз. Ал Толқын Шайбозова Гүлсезімді асырап алатынын өз отбасына айтпаған екен. Нар тәуекел деп бағдарламадан соң бұл шешімді шұғыл қабылдапты. Мен ешкімге айтпадым. Бірден екеуміз түсірімнен кейін шықтық та, үйге келдік, мамамдар тамақ ішіп отыр екен. Бала шағам бәрі үйге келдік те, Гүлсезім екеуміз кірдік та, апа, ой, мама, мен қыз асырап алдым дедім. Сөйтсе мамам бүйтіп күлді да, жарайды, бопты енді, құтты болсын деді. Мама, мен қыз асырап алдым, сынып тұрсың ба десе. Жарайды енді, бопты енді, не істейміз енді. Сонда біз қазір Гүлсезімді балалар үйіне сіздер жауап бере аласыздар ма? Бұл осыдан бір ай бұрын Астарлы ақиқаттың студиясында болған дау. Гүлсезімнің асыраушысы Мираш Маханқызы мен туған анасы Гүлназ Таспенова бір-бірін айыптауда. Бойжеткеннің өзі болса, ант су ішкен қамқоршысынан қорлық көргенін, бір шаңырақтың астында бұдан бұлай тұра алмайтынын айтты. Тезірек үйді жина, ананы істе, мынаны істе, үйші потом ауырып жатқан кезде, сосын апа мен ауырып тұрмын, көтер алмай тұрмын. Маған мен ничего не знаю, жаса бол тез, сен өтірік алып тұрсың деп сөйтіп айтатын. Гүлназ ананың айтуынша, ол 24 жасында жесір қалған. Марқұм күйеуінің екі ағасы болған. Оның бірі әмеңгерлікпен өзін алса, екіншісі балаларын бауырына басыпты. Күйеуімнің туысқандары көндірді. Сен балаларын кішкентай аяққа тұрғызып береді, туысқанбыз бөтен емес, осы кісіге бер. Сен өзің оқымағансың, қыздарың оқысын деді. Гүлсезім, 6 класста маған 6 жыл оқымаған бала басы былай бит үсті кір. Школға кіре алмай алып келген мен ол қызды. Мираш Маханқызы Гүлсезім мен оның бауырларын 5 жыл бойы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бағып қаққанын айтады. Оның бұл сөзін үйдегі кішкентайлар да растап отыр. Мираш апамен бірге тұрасың ба? Иә. Рахмет саған. Сен ше? Жылайын деп тұрмын. Мен де апамен бірге қалғым келеді. Кім, қай апаңмен? Мираш апамен қалғым келеді. Студияға келген қорғаншылық және қамқоршылық бөлімінің мамандары Гүлназ Таспенованың ата-аналық құқығынан айырылғанын жайып салды. Бұл соттың шешімі. Сондықтан Гүлсезім қанша өтініп сұрағанымен өз анасына бара алмайды. Заң солай. Үйде кім бар? Түсірілімнен соң Гүлсезімді асырап алған Толқын апай қыздың оқуын да шешіп берген. Бойжеткен енді Қапшағайдағы колледжде емес, өзі тұрып жатқан үйдің жанындағы номері 123 мектеп гимназиясында оқиды.
сыныптастарым жақсы қарсы алды. Олар да передачаны көрген болатын, бірақ мен олай кемсітіп, сен өйстіпсің ғой деп мені кемсіткен жоқ. Гүлсезімнің туған анасы Гүлназ Таспенова болса, ата-аналық құқығын қайтару үшін барын салуда. Астарлы ақиқаттың сарапшы заңгері Бердімұрат Хасенұлы қазір құжаттарды даярлауға қол ұшын созып жатыр. Біз бұл оқиғаның игі жалғасы болады деп сенеміз. Әке шешең үйіне сен хақыңда жоқ. Мен таптым деп жатқан жоқ, мен қостым. Өзім кіргізіп қойдым шешемді. Бір ана, бір әкеден туылса да, бірінен бірі безінген бауырлардың былығы бағдарламадан кейін бітті ме? Мұны бағдарлама редакторынан сұрайық. Сонымен Сандуғаш, сүйінші сұрар ақпаратың бар ма? Дина, жалпы мынау бағдарлама эфирге шыға салысымен біздің заңгер әрі медиатор Олжас Әлімов мырза Талғар ауданына бір емес бірнеше рет барды, екі тарапты келістіру үшін. Онымен бірге өзім де барған болатынмын. Бастапқыда өте қиын болды. Екі тараптың бір-біріне шүйлігуі және де бір-біріне қолы жұмсауы, міне осының бәріне біз куә болдық. Десе де ұзақ уақыт, бірнеше сағат бойы келіссөздің арқасында бір келісімге келді. Ол туралы бейне сюжетте тарқатып айтсақ. Көрейік. Осы үй қызымның үйі. Қызымның үйі күйеу балам тұрады. Содан арамыз ұрыс керіс, күйеу бала болғалы бері, 8 жылдан бері болғалы бері ұрыс керіс өте нашар тұрып кеттік. Күнде ұрыс. Кет квартирге кет деп таласып атыр. Талғар ауданының тұрғыны Клара Жұмағазиева туған қызының қудалауына ұшырағанын айтып, астарлы ақиқаттан көмек сұраған болатын. Қатты ұялып отырмын, қысылып отырмын. Мұндайға шығам деп ойлағам жоқ. Мен сіз шарасыздықтан келіп отырсыз. Иә, амалсыз келіп отырмын. Көрерменнің көз алдында көз жасына ерік берген кейуананың күйініштен көкірегі өксікке толып, жүрегі қан жылап отырды. Бар уайымы қызы Гаухар Нұрбаеваның тұрмыс құрғаннан кейін ниеті бұзылып, көздегені тек дүние дейді. Тіпті баласының қарғыс айтып, анасына өлім тілегенін талай мәрте өз құлағымен естігенін айтты. Сіз анаңызға өлім тілепсіз, қарғыс айтыпсыз, рас па? Жоқ, өтірік. Мен сізге осындай сөзді айттым ба? Айттың. Неше рет айттың. Сен талай айтқасың, айтамын, не істеп аласың, не істейін деп едің, жер менікі, үй менікі деп талай айтқасың. Осы уақытқа дейін жер үйде бар ғой. Жер үйде 25 жыл болды, тұрып жатқаныма көрші болып, таласып, бұларды кет деп қуалаған жерім жоқ. Ол үйді мен салдым. Нұрбаевтар отбасы бұған дейін Нарынғол ауданында тұрған отбасында 2 қыз, бір ұл өссе, тұңғышы Гүлайым, одан кейін Гаухар, ал сүт кенжесі Ұлан Нұрбаев. 15 жыл бұрын Талғарға көшіп келген отбасы тынымсыз еңбек етіп, осы қаладан 5 соттық жер сатып алғанын айтады. Айрандай ұйып отырған шаңырағымның шырқын сырттан келген күйеу бала құртты деп налиды Клара Жұмағазиева. Күйеу бала әбден жаман әбден бықсып тастаған ана өзбек. Бізге қарай келе дұрыс. Өзбек қайдағы өзбек? Алақандай ғана жер телім үшін бүтін бір әулеттің берекесі қашты. Бүгінде бүкіл бір отбасы бір төбе, Гаухар мен оның күйеуі бір төбе. Көмсеше, ертең бастаймын. Қазір десе де, пожалуйста, мен ешқашанда отказ жасамаймын. Мен мамаға күйеу болғалы бері мен айтамын, бірінші ошайтты сізге үй салып беремін. Иә. Сізден кейін сізді кіргізіп қойған соң жылы жерге. Одан кейін мен өзіме бастаймын. Сіздің үйіңіз бітпей, мен ешқайда да үй салмаймын деп айттым. Осы уақытқа дейін мына Алла куә. Өтірік айтсам ештеңені бермесін. Менің қызым ішімнен шыққан, мен сөйлейінші. Менің ішімнен шыққан қызым мынаны істеп отыр. Күйеу балаға сенен бозаманда. Бір ана, бір әкеден туылса да, бірін-бірінен безінген бұл отбасының мүшелері бір шаңырақ астында тұрмақ түгілі бір тоқтамға келуі мүмкін еместі. Студияда дүйім жұрттың алдында ұрыс керістің ушығуы, тастан ауыр ғайбат сөздің оқтай атылуы жағдайды одан сайын күрделендіріп жіберді. Кешіріңіздер. Мен бұл әлиге тимей тұрғанда да айттым, мынаны әлиге Гаухар, ол сотталған тиме. Бағдарлама түсірілімінен соң медиатор Олжас Әлімов осы мәселе бойынша Талғар қаласына бір емес бірнеше рет барды.
таласқа түскен жер мен үйдің жағдайын өз көзімен көріп, отбасы мүшелерімен сағаттап келіссөз жүргізіп, бітімге шақырды. Ол дау бір күн емес, бір жыл емес, бірнеше жылдар бойы ол араларында болып келе жатқанда болғандықтан, ол жағдайдың ушықтырылғанына байланысты оларды бір-біріне жаңағыдай кешірімге, бітімгершілікке алып келу өте қиын болды. Бір-бірлеріне татуластыру мақсатында келгенде бір-бірін қол жұмсауға дейін барған болатын. Күлайым қой, қауқар қойыңыз. Болды. Сабыр сақтаңыздаршы. Міне қазір құжатқа қол қойып жатыр. Сатылған үй. Мама, сөйлеспеймін мен сізбен. Қол хат жазып беріп жатыр. Сөйлеспеймін сізбен. Жарты Сөйлеспеймін. Мама, тіржеймаңыз. Ұят сізге бұндай ғанадан. Ақшасын. Тәрбиемді бере алмас. Ақшасын. Осы уақытқа дейін де кірген жоқ. Беруге міндеттенемін. Құдай қаласа. Бір шешімге келе алдық деп ойлаймын. Алдындағы жазған қолхаттары бар оған. Куә ретінде бізден алған интервьюіміз де болды. Одан қала видеоға да түсірген болатынбыз. Осының барлығы дәлелдемелер ретінде жүреді. Ары қарай араларында бір дау болып, басқа бірдеңе болып жатса да, ол қолхаттың өзі барлығын үйді сатқан кезде шешесіне бөліп беру, Клара апайға бөліп беру жаңа қолхатта көрсетілген. Сол үшін ойлаймын, ол сатылып жатса, бір-біріне бөлісіп, жаңағындай ақшалай бөлісіп жатады деп ойлаймын. Мен осы папаларымға разымын. Разысыз ба? Болды ғой. Енді реніш болмайды, ұрыс болмайды ғой. Иә. Онсыз да ұрыс болып жүрген жоқ. Асылында адам өз өмірінің суретшісі. Тағдырдың талай толқынында кемеңіз түзу жүсін десеңіз, асығыс шешім қабылдамаңыз. Себебі дәуреніңіз өткен соң құр тізеңізді құшақтап қалуыңыз бек мүмкін. Өзекке толған өкініш, өткенді өзгертпейтін кеш түсінгендердің бірі Сәкен Жиренбаев. Пайғамбар жасындағы қайыршы шал, бармақтарынан айырылған мүгедек. Тоңғаннан ашы суға тоятын әдеті бар пенде. Сөйте тұра, ол біреудің жары, 5 баланың әкесі екен. Қаңғыбас қария туралы бағдарлама эфирге шыққан соң, біздің редакциямызға оның жақын туыстары хабарласпады. Бірақ біз үмітімізді үзбейміз. Сәкен ағамыз да намысқа тырысып, өзін һәм өмірін өзгертіп жатыр. Мен бір қазақ едім, қалдым. Маған бір көмек жасаңыздаршы. Көрпе, су, қаранан. Бұл Сәкен Жиренбаевтың бар байлығы. 20 жылғы тәжірибесі бар қаңғыбас тек қақаған қыстан ғана қорқады. Өйткені қар жауған кезде аяқ киімсіз қалып, 10 саусағынан айырылған. Кеш көрсетін не, ес көрсетін ол не Пайғамбар жасына келген Сәкен қарияға жаны ашыған жандар астарлы ақиқаттан көмек сұрады. Қанша передача интернетті көрсем, ойбай деп бірінде ит қағып кетсе де, бұны қақты, бұны адам соттау керек деп жатады ғой. Оның жанында бұл адам ғой. Студияға келген Сәкен ата бізге өз өмірін баяндап берді. Айтуынша, тоқал алғаны үшін бәйбіше үйден қуып шыққан. Пендешілікпенен бәрі болады ғой адам болғаннан кейін. Адам деген пенде ғой, мүсәпір болу демде ғой дейді. Сол пендешілікпенен мына қалға жеттім. Құдай мұны дұспанға тілемеймін менің көрген күнімді. Кейін журналистік зерттеудің нәтижесінде анықтағанымыз Сәкен қарияның бір емес 5 баласы бар екен. Бірақ оларға әке керек емес болып шықты. Туыстары теріс айналған соң бағдарламаға кезінде бір мектепте оқыған сыныптастарын тарттық. Жігіт ағалары. Ей, Сәкен. Достарының айтуынша, А сыныбының оқушысы Сәкен Жиренбаев әдебиет пен қазақ тілінен алдына жан салмайтын. Өзінің кластас қызына мектеп бітіре салысымен үйленген. Бай болған, сиыр баққан. Сиырыңыз көп пе еді? 15 бас сиыр. Советтен көздің кезін түскімнің есігіне біткен жоқ. Құдай маған бақ беріп. Тағдыр бір айналдырса, шыр айналдырады. Қазір барар жері болмаған соң, астарлы ақиқат көк жайлау атты оңалту орталығынан көмек сұрады. Если есть желание, то мы можем его приютить в наш центр.
үзіліп қарадың қараған қандай сұлу, қараған қандай сұлу жанарыңа. О, көңілі, оқтай болып тұрған. Балалар өйер мықты екен. Тәртібі де мықты. Темекі, полигенекі деген әңгіме жоқ бұл жерде. Тек қана тазалық, ұқыптылық, Құдайға сыйыну, өзіңді өзің ұста. Алдында да қиынлық болды, біраз уақытпен ғана, біз уақытпен тамақ ішеміз, уақытпен жүреміз. Арасында оған кемшілік бар, біраз өзгерістер жаса деп біздің жарасайды да, шайын беріп қой, нанын беріп қой. Соны береміз, содан кейін қарым-қатынас, тағы да бізде өзімен шамалас екі жігіттер бар. Сол кісілермен сөйлесеміз, анда-санда шахматқа, нарды ойнауға шақырамыз. Футболға әлі жеткен жоқпыз, оған да жетеміз енді. Айтқандай-ақ Сәкен ағамызға медициналық ем-дом көрсетіліп, аяғының сыздап ауырғаны басылып келеді. Қазір Құдай тауба. Бүгін мұнан әкепер түкен мұнан әйтпесе Қалдонов дегенде берген, оны мен де жүрдім әне күнен бері. Бүгін мұнан ағын тұрдым енді. Біраз күні мұнын лақтырып сол менен футболмен теннис ойнау керек болып тұр ғой, басқасын өлмей тұрып. Бағдарламада оңалту орталығынан бөлек Сәкен Рақышбайұлының төл құжаттары да сөз болған еді. Студиямызға келген Әділет халықаралық төрелік сотының төрайымы Айнұр Асқарқызы ол шаруаны өз мойнына алды. Әйелі екеуі әлі заңды некені бұзған емес, заңды некеде бірге тұр. Сондықтан екеуінің құжаттарын бірге жинап, пәтерге кезекке тұруға мәселесін қарастырып жатырмыз. Сосын Сәкен ағамыздың мүгедектігін тағайындауға кірісеміз. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе пенсияға шығатын 1 жылы қапты. Осылайша Сәкен Жиренбаевтың қиын кездері артта қалып, жаңа өмір басталғандай. Ендігі арманы отбасына барып, балаларын құшағына қысу, немерелермен шүйіркелесіп ойнау. Тек ең жақын жандары алдынан шығып қарсалар мекен. Сен мені қарсаласың ба, алдыңа барған кезімде, кеудемде ой қалдырған, жан едің енді не дейін. Шықпасаң шықпай алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Астарлы ақиқат кейіпкерлерімізді керістіруді емес, мәселенің тігісін жатқызып шешуді көздейді. Алдауласқан тараптың бәрін бір алаңға жинау қаншалықты қиын екендігін білесіз бе? Астарлы ақиқатты шаңырақ десек, оның уғы болып жүрген біздің қыз жігіттермен таныс болыңыздар. Және де біздің атымызды жамылып жүрген алаяқтардың ауыл аймақта қаптап жүрген естіп жатырмыз. Қымбатты көрермендер, сенбеңіздер. Астарлы ақиқаттың редакциясы тек Алматы қаласында. Егер сіздің де айтар өз шындығыңыз, қордаланған мәселеңіз болса, бізге хат жазыңыз, хабарласыңыз, міндетті түрде жауап береміз. Ендеше, қымбатты әріптестер, жұмысқа білек сыбана кірісейік. Эфирде қалысқанша.